Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі. Нәтиже сабақ. Бүгінгі сабақтың мақсаты эссе жазу. Яғни эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, өзіне таныс адамды белгілі бір мекен оқиғаны сипаттап, не суреттеп жазу. Балалар, эссе құрылымын мен сендерге әдебиет сабағынан түсіндірген болатынмын. Ендеше қазақ тілі сабағынан да тағы бір рет түсіндірейін. Эссе құрылымы 3 бөлімнен тұрады. Кіріспе, негізгі және қорытынды бөлім. Кіріспе бөлімде біз ең бірінші тақырыпты түсінгенің жайлы сөйлем жазасын. Яғни ол сөйлем екі не одан да көп сөйлемдерден тұру керек. Одан кейін өзектілігі, яғни бұл тақырып не себепті өзекті болғандығы жайлы жауап бересіңдер. Ал негізгі бөлімде ең кең көлемді сөйлемдерін жазылатын осы негізгі бөлім болып табылады балалар. Негізгі бөлімде ең бірінші біз тезис жазамыз. Яғни тезис дегеніміз менің ойымша деп бастап жеке ойыңды жазасың. Ал одан кейін жеке ойыңды жазып болғаннан кейін өз ойыңды дәлелдейтін, яғни аргумент келтіресің. Аргумент деген балалар дәлел деген сөз. Яғни өз ойыңды дәлелдейтін шығармадан, кітаптан, оқулықтан, ақпараттан, мәтіннен үзінді келтіресіңдер. Ал осы аргументті келтіріп болғаннан кейін қорытынды бөлімге өтеміз. Яғни қорытынды бөліміміздің өзінде бірінші анализ жасаймыз. Яғни кіріспе бөлімдегі тақырыпты түсінгенің жайлы, бұл тақырып не жайлы айтқаның барлығын жинақтап келіп, өз ойыңның, яғни 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін осы анализге жазасыңдар. Яғни сен осы эссе арқылы қандай ой жеткізгің келді? Бір не екі сөйлемнен тұратын қорытынды анализ жасайсыңдар. Ал одан кейін қорытындының екінші бөлімі ұсыныс тастау. Яғни осы тақырып негізінде өздерінің көзқарастарының бойынша не ұсынар едіңдер деген сияқты өздерінің жеке ұсыныстарыңды тастауларың керек балалар. Ендеше бүгінгі сабағымыз нәтиже сабақта біз эссе жазу мақсатымыз болғандықтан 39-шы беттегі 10-шы тапсырманы орындаймыз. 10-шы тапсырмада не дейді? Эссе жаз. Эссенің кіріспесі етіп төмендегі мәтін үзіндісін ал. Эссенің негізгі бөлімі мен қорытындысын жазуда көргенің мен білгеніңе сүйен дейді. Балалар, берілген мәтін, мына берілген мәтінді аргумент ретінде сендер аласыңдар. Яғни міне эссеміздің бас жағына бірінші тақырыбымызды түсінгенің туралы. Тақырып бізде не туралы? Ат мінгізіп шапан жабу салты туралы екен. Осы ат мінгізіп шапан жабу салтын түсіндің бе? Соны түсінгенің жайлы екі не одан да көп сөйлем жазасың кіріспеге. Өзектілігіне бұл тақырып не себепті бізге өзекті болып тұр? Міне, ат мінгізіп шапан жабу деген тақырып не себепті өзекті болып тұр? Сол туралы өздерінің шешім қабылдаған, өзектілігі не себепті екенін түсінген болсаңдар, соны жазасыңдар. Одан кейін тезис, яғни өз ойыңды, енді осы ат мінгізіп шапан жабу салтына деген өз ойыңды жазамыз, негізгі бөлімнің тезисіне өз ойыңды. Яғни осы салтқа байланысты өздерінің жеке пікірлеріңді негізгі бөлімге жазғаннан кейін сол өз ойларыңды дәлелдейтін аргументке мына мәтінді пайдаланасыңдар. Одан кейін қорытынды бөлімге анализ және ұсыныс тастайсыңдар. Яғни ат мінгізіп шапан жабу салты, қазақтың салты ешқашан жойылмаса екен, бұл салтты мәңгі жадымызда сақтап қалсақ екен деген сияқты ұсыныс тастап, эсселерінің соңын аяқтайсыңдар. Балалар, эсседе сөздің саны 30-35 шақты болу керек. Ал үй жұмысына 39-шы беттегі 9-шы тапсырманы аласыңдар. Бұл жерде мата түрлерін біліп аласыңдар. Яғни мата атаулары берілген сөз жұмбақтарды толтырасыңдар.
Мысалы, ең бірінші сөз қандай сөз берілді? Қамқа. Қамқа деген қандай мата екен? Алтындатқан не күмістелген зерлі жіптен тоқылған жібек мата. Енді бұл қамқа деген мына сөз жұмбақтың қай қатарына тура келеді? Сөз жұмбақтың 2 деген нөміріндегі қатарына тура келеді. Міне қамқа. 5 әріптен тұратын қамқа. Енді сендер 1-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші мата түрлерін дұрыс тауып, сөз жұмбаққа белгілеп жазуларың керек балалар. Бұл үй жұмысы. Сынып жұмысы сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше сынып жұмысын орындау үшін барлығымыз WhatsApp желісіне кері байланысқа шығайық.